Барлықтарыңа сәлем, сіздермен бірге Модерн Толқын. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Біздің келесі төртінші бөлімге қош келдіңіздер. Бізде бүгін қонақта Азат мырза, жас балалардың Қайырлы күн болсын. жас балалардың жаңағы мамандық бойынша бағыт бағдар беретін кісі. Осы кісінің қарамас бұрын мен толықтай зерттедім. Сен Азиге Инстаграмда подкасттарға шақырып тұрады екен. Ол подкасттар жаңағы не бойынша ма? Сол білім беру орталығында э, жүргізетін, то есть сол компанияда жұмыс істеп жүрдің ғой, получается, иә? Иә, иә. Негізі біз кезінде өзіміздің де подкастымыз болған. Алқа подкаст деп аталады. Екі подкаст шыққан. Ана прикол бар еді, 90% подкасттар Аха. үшінші выпусктан кейін созылмайды деген. Біздің Сіздікіне мен риза боламын. мына бізде Керемет мынау қой сіздік. төртіншісі дей ма? Күшті, Э, күшті. мына Негізінде аха. әртүрлі жерге шақырып тұрады. Но в основном сол білім саласындағы компанияларға подкастқа шақырып тұрады расында, иә. М, мынау Қуаныштымын, көп көп рахмет. иә, енді бісміллә деп бастайық. Әзірге мендегі қызықтыратын тақырыптың бірі осы именно бала ғой. Біз кезінде өзіміз Мгм. бала болдық, и қазір өсіп келе жатқан поколение бар да. И сол именно бала тәрбиесі, бала мамандығы өте ауқымды тақырып, және бұл үлкен жауапкершілікті алатын болғандықтан кейін қатты қызығып и тоже зерттей бастадым да өзімді, бұрынғы кезеңгі и қазіргі кезеңі, и балалардың бұрынғы и қазіргі кезеңдерін салыстырып жатырмын да, именно технология болсын, басқасы болсын. И осыны қамтымас бұрын сен осы уақытқа дейін қалай таңдадың осы бағыт бағдарларға? Имеется в виду, университетке түстің, и сол именно сол университетке оқып жатқан кезең маған қызық болар да. Иә. Мен мен сол қызылордада тәмамдап бір мектепті Аха. аты жолы сөйтіп алматыға оқуға түстім. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетіне түстім. Өзімнің қалаған мамандығыма, өзімнің қалаған неме универіме түстім. Тіпті мен қызық айтайын, ұбт ға екіге қалған кезде мен мамандығымды ауыстырғанмын негізінен, пәнді ауыстырғанмын. Сөйтіп мен негізінен басында таңдау пәнім биология болған. Иә, иә, Біздің иә, кезде де биология. жібермес балға ұбт. Иә. Кстати, мұхи менің класстасым ғой. Иә. Сөйтіп есіңізде болса, сол мен биолог болдым ғой соңғы Иә, не иә, тоғыз биология. он он бірінші сыныптың соңғы үшінші тоқсанға дейін. Сосын мен че то балым не болып кетті андай, бір орында қалып кетті андай, прогресс жоқ ана жерде бар ғой. Аха. 18 19 20 максимум алып жүрдім. Сосын мен түсіндім, что андай, енді достарым класстастарым көп адамдар андай, олар андай 4-5 сағат уақытын арнайды да андай дайындыққа, ал менде биологияға деген махаббат жоқ екенін түсіндім да сол кезде. А, Сосын мен үшінші тоқсанның андай демалыс кезеңінде мен не істедім, үйге ауылға кетіп қалдым да. аха. Прям андай бүкіл пәндер тапсырып шықтым ғой, андай дүние тарих, қазақ тілі әдебиет, мына физика мен химия менікі емес екені ол түсінікті. Так одан кейін сол басқа пәндер тапсырып көрген кезімде маған почему-то анау әдебиеттің сұрақтары жақынырақ болды маған. Сосын тұрдым да осыны көрейінші дедім да. Сосын маған ең қатты әсер еткен фильмдердің бірі болды, ол общество мертвых поэтов деген Иә, иә. фильм. Dead by Society деген өте қызық фильм. Прям менікінің историяға прям прям идеально сәйкес келетін бір кейіпкер бар. Сол кісінің өміріне қарағанда мен прям андай ойланып тұрып таңдауым пәнімді өзгертуім керекпін деп өзгерткен едім. Ата анам қарсы болды, директорлар қарсы Иә, болды, но иә, мен мектепке шақырып алып мені еще. сондай, сол именно сол кинода мен көргем. Сол кейіпкерге бәрі қарсы болады да. Сол сонымен примерно Иә, өзім іштей ойлап жатырмын, жаңағы сонымен примерно келеді ау деген сияқты. Я жалғастыра бер. иә, прям сөйтіп сол болғаннан кейін мен бірақ ауыстырдым, шүкір. Мені қызық айтайын сізге, өзімнің универіме мен ең андай төмен балмен түскенмін ғой андай. То есть менен кейін уже ауылдық квотамен түскендер ғой айтқанда ше. Иә. Мен 106 балл алдым, 125 баллдан 85 балл несіз, орыс тілсіз, и 85 балл ең минимальный балл ғой айтқанда. Мен не деген тағдыр деймін айтқанда. Сөйтіп түскеннен кейін сол байқағаным, мен бірінші курсымнан бастап андай өзім зерттеп бастадым негізі, андай психометриялық тесттер тапсырып бастадым деген сияқты. Мгм. Сөйтіп сөйтіп жүріп көрген кезімде мен уже сол осы тесттерді терең терең зерттеу арқылы өзімді танып бастадым десем болады. Сөйтіп сөйтіп кейіннен бұны мен достарыма ұсынып бастадым.
И мен екінші курстан бастап мұғалім болып бастадым ғой негізі. ағылшын Мгм. пәні мұғалім болдым. И үшінші курсында қазақ тілі пәні мұғалім болдым деген секілді. И сөйтіп 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 өзімнің оқушыларыма да қолданып бастадым. Еще ең қызығы менде мұғалім деген проектте менде координатор болдым. Сол жердегі менде студенттеріме тоже осыны қолданып бастадым да. давайте осыны тапсырыңдар, зерттеңдер өздеріңді деген секілді. Сөйтіп сөйтіп мен осы тақырыппен уже кіріп кеттім десем болатындай параллельно тыңдап. Бұл нишевый нәрсе айтқанда психометриялық тесттер дегеніміз сен мына тест тапсырып көрші сосын мен саған кім екеніңді тауып беремін деген секілді. Ага. Сөйтіп сөйтіп мен төртінші курсымда уже мектепке кетіп қалғаннан кейін оқушыларға қолданып бастағаннан кейін все мен уже түсіндім что мен мұғалім болып бастадым. Бірақ та ә, төртінші курсымның соңында мен астанаға жұмыс бойынша кеттім, көшіп кеттім. Сол кезде өзімнің сыныбым болды и мен сыныбыма уже полный анализ жасап бастадым ондай. Жетінші сыныптан бастап бүкіл оқушылардың тесттерін тапсырып қойдым. Хоббилері қандай, Не не тест? нәрсеге қызығады. Вот MBTI деген тест қой, А, 16 personality деген тест. Ага. Мен оны 2016 жылдан бері үзбей тапсырып келе жатырмын. Осы 10 жыл болды почти. Ага. И сол жердегі осы мынандай оқушылардың менде бүкіл даналары бар ғой ана жерде. Кімнің қандай екендігі, не нәрсеге қызығады. И ол тест арқылы оқушылардың андай бүкіл психологический проблемасын табуға болады, қалай мотивация беру керек екенін табуға болады, Ә, қалай манипуляция жасау керек екенін Кейс білуге бар болады ма что ана сондай? жерде. Сол именно сол оқушылар тапсырғанын көріп, қарап, ата анамен Ә, байланысып деген сияқты. мхм. Мысалы менде бір оқушы болды, екі оқушым болды астанада. Ол екі оқушым вице-министр образованияның балалары ғой шын. И ол ана еще ажырасып кеткен да. Ага. сосын мамасына внимание айтуға болады. В общем, сөйтіп екі егіз почти, ну екі бала, Мгм. аралары бір жыл, бірақ бір күнде дүниеге келген. Мгм. И ана үлкен баласы басқаша, кішкентай баласы басқаша десем болады да. Оказывается, үлкен баласы анда не екендай, тест бойынша бір тип бар, защитник деген тип бар да андай. Ол типа андай жауапкершілікпен өскен ғой, андай үйдің үлкенісің, там алдыңға Иә, сол иә, өзі иә. өскен кісі. Оған сен внимание беру үшін, басқару үшін сенен басқа бұны ешкім жасай алмайды деп айтып қойған ше. Болды. Сенен басқа А, ешкім жасай алмайды десең болды ана жерде ол күнде құсын бөліп сізге істеп береді. И жоқ деп айта алмайды да. Жоқ деп айта алмайды. Личный экзаменациясы жоқ деген сияқты. Сөйтіп екінші інісі бар, ол ана не оның тест нәтижесінде ол көрініп тұр что ол наоборот избегает жауапкершіліктен қашады да кәдімгі оған. мгм. Жауапкершілік берсең ол қаша береді сосын оған керісінше айтып өтті мына жерде. Сен жасай алмайсың деп, сен қолыңнан келмейді деп ше. Керісінше айтып берді да оған типі бойынша. И сөйтіп қолданып ана екеуі реально не істедік андай қарым қатынасын өзгерттік. Екеуі всегда төбелесетін түгін, Мгм. всегда шу шығаратын түгін. И кейін маған мындай сол ата анасы хабарласып, мамасы хабарласып, там рахмет қой маған, рахмет рахмет деп андай айтқан есімде. Сол тест нәтижесінде ғана сол кейін ол өзінің балаларымен қарым қатынасын реттей алды десем болады да. Мен түсіндіріп бергеннен кейін сіздің балаңыз осындай, осылай жасау керек деген секілді сөйтіп сөйтіп кете береді негізінен. Яғни көп ондай кейс негізінен. Мысалы бізде Мгм. менде кейбір оқушыларыма мен жетінші сыныптан бастап тест тапсырғанмын. Жетінші сыныпта, сегізінші сыныпта, тоғыз, он, 11 менде бүкіл нәтижелері бар негізінен. Прогресс бойынша сондай қалай өзгергендігі бар да Сол ол жерде. именно именно сол баланың өзінікі ма получается? Иә, сол А, балалардікі бар мысалы менде андай. Иә, иә. Ол еще оның а, динамикада қалай өзгергеніне қарап тоже адамдарға анализ жасауға болады мына жерде ше. Мысалы сізде бұрын ага. осындай тест болса, кейін осындай тест болды, значит сізде осындай өзгерістер пайда болған ғой өміріңізде деген секілді. Яғни сондай бір тест бар. Бұл өте танымал тест негізінен. Тіпті оңтүстік Кореяда білетін болсаңыз, бұл тестті адамдар үйленетін кезінде қолданатындай. Мысалы қыз Мгм. бен жігіт, например, сіз жігітсіз ғой, Иә. сіз маған қыз болатын болса, маған осындай не керек, андай типтегі кісі керек деген секілді. И бұл өте популярный тест мына жерде. Оңтүстік Кореяларда бұл Ол бесплатно ғой, получается. бесплатный тест. Мгм. Галап тестін білетін шығарсыз. Галап Я галыпты, я білемін ғой. тестінен галап сияқты бірақ ол тереңірек деп айтсам болады, сосын бесплатный. Мгм. Вот сол тест деп айтсам болады, ну чтобы түсініктірек болатындай болу үшін. Сосын Енді, кейіннен мен уже ага. иә кейін сосын Ба- мен галап тестін қолданып бастадым нұр мектебіне көшкен кезімде, бірақ ол уже отдельная история негізінен. м, Сөйтіп менің тесттерге деген қызығушылығым басталған. Енді баланы зерттедің ғой қазірге, получается, полностью енді жетінші сыныптан нешінші сыныпқа дейін? Жетінші сыныптан 11 сыныпқа дейін, 12 сыныпқа дейін десем болады. Бір оқушымның Мгм. наны бар менде. Менде бір оқушым 12 сыныпқа ауысып кетті. Менде 6 жылдық қандай бар ол оқушым ше. Енді баланың тұлға болып қалыптасу именно қай жастан бастады? Э, Жаймен деп оның ойлау қабілеті, фундамент мгм. болып құрылуы, енді бала деген балалығын істесе де сонда да
бірақ кейбір оқушылар былай басқаша болып көрініп тұрады ғой көзге. Именно мхм. Негізі э, жақсы сұрақ. тұлға болып қалыптасуын жаймен де көріп отырасың, ал басқа балаға салыстырмаған кезде жаңағы телефон шұқылап Мгм. сабой серф ойнап деген сияқты да. Кейбіреулер сол 11 сыныптан бастап ютуб түсіріп қазір подкаст тегіп алдына десең. Негізінен жақсы сұрақ. Үш жастан басталады екен негізінен зерттеу бойынша. Оказывается, мен өзімде қызым бар. Үлкен қызым 4 жаста, Аха. кішкентай қызым 2 жаста. И 3 жастан бастап андай айтқанда мен өзім білемін деп бастайтын да жерде. Өзім білемін, өзім істеймін деген секілді андай. И например, тамақ жеген кезде үстін бүлдіреді андай. Бүлдіреді, бірақ та андай. Ей, сен бүлдіресің ғой үстіңді, әкел мен Мгм. саған істеп берейін дейтін болсаңыз, все Иә. уже сіз баланың андай табиғатын өзіңіз өзгерткен болып есептелесіз да мына жерде. Ал балаға еркіндік беру үшін ол өзі қателесіп көру керек, өзі істеп көру керек деген нәрсе бар ғой. Қазір тем более қазір өте қатты популярный болып жатыр кезде. 3 жастан бастап адам өзінің территориясын бастайды. Аха. Так, мынау маған рұқсат бере ме екен, маған рұқсат бермей ме екен деген секілді. Егер де рұқсат беретін болса, ол тексеріп көреді ары қарай. Мынаны да істеуге бола ма, мынаны да істеуге бола ма деген секілді. Ал егер де жоқ, сен істей алмайсың, қолыңнан келмейді, неге өйтесің, неге бүйтесің, иттің ғана баласы деп Иә, бастайтын болса, ұрсып уже кетсең. уже бала уже ішіне кіріп бастайтын да жерде. Интроверсиясы көбейеді ше. Интроверсиясы көбейеді. Интроверсиясы көбею деген сөз ішінде зацикливается в своих, ну, своих өзінің ойларында көбірек ойланып бастайды, самооценкасына әсер етеді. Тіпті зерттеу бойынша, оказывается, экстраверттердің самооценкасы интроверттерге қарағанда чуть-чуть жоғары болып есептеледі екен. Қызық мәселе. Потому что интроверттер более көбірек ойланады, өздерімен көбірек жалғыз қалады. Ал ол Аха. дегеніміз, көп ойланған сайын сен өзіңнің самооценкаң түсе береді негізі, көп ойланған сайын. Сосын жаңағыдай оқушылар соны 3 жастан бастап уже андай егер де сырттағы қоғамның қатысы көп болатын болса, онда адам уже удобный ребенок болып қалып қалады да, жоқ деп айта алмайтын, ұят деген нәрсемен өсетін, деген секілді қандай жұрт не дейді деген ойлармен өсетін кезең. Ал егер де сол кезден бастап мысалы 3 жасында уже өзің біл деген нәрсе пайда болатын болса, Мгм. ода уже еркіндік ішінде пайда болады, шығармашылық артады. Екінші кезең ол уже мектепке барып бастаған кезеңінде. Мектепке барып бастаған кезеңінде сіз білесіз ғой андай, иә, ана оқуың керек, бүйтуің керек, сөйтуің Иә, керек. То есть иә, сен бала ана мен мынау не почемушка мынау қызық деген нәрсемен өсетін болса, уже бірақ 6 жасқа барған кезде жоқ, сен қызығатын нәрсеңді емес, мен саған осыны үйренуің керек деген нәрсені үйренуің керек. То есть сырттан со стороны бүйтуің керек, сөйтуің керек, еще баға береді да ана жерде 3, 2, 5 деген сияқты нәрсе. Уже адам уже соған сәйкес өзін опять өзгертіп бастайды. Қарап отырсаңыз. Бұл екінші кезең. аха. Ең қатты қалыптасатын уақыт ол уже подростковый период, 13 пен 15 жастың арасында. Осы үш кезеңінде баланың мінезі пайда болатын кезең. Енді екі қыз тәрбиелеп отырмын деп отырсың, қуаныштымын, машалла. Енді сол именно баланың тәрбиесінен бөлек олардың миы қалай дамиды? Мен негізі, кстати, мидың несі емеспін. Мидың қатты зерттеген адам емеспін негізі. Но мен байқаған нәрсем жаңағыдай, так, адам үшін мен байқағаным балаларды тәрбиелеудің керек емес екен. То есть балалар реально өз өзімен өзін тәрбиелейді және де оған кедергі келтірмеу керек екенін түсіндім негізі. Шынымен де ол жұмыс жасайды екен. Енді өзім сізге қарайды ана жерде, маған қарайды, и мен не Аха. істеп жатырмын соны істейді да сонда. А, Сосын бала иә, айна сияқты, айна сияқты ма, типа? иә, айна сияқты өзің сен не істейсің соны істейді. Мысалға мен үлкен қызым менен алмай қалған, мінезі де алмай қалған, Мгм. әрекеттері алмай қалған, мен істеген қылықтарды істейді деген секілді. В общем, сондай аунамай қалған ғой шынында. Шынымен де мен кейін байқағаным жаңағыдай балаға андай өзі қалған кезде ішіп пысып кеткен шығар, көмектесейін дейтін болсаңыз, сіз Мгм. наоборот кедергі келтіресіз да ол жерде. Бала Ол. өзімен өзі қалған кезде ол наоборот өзін дамытады мына жерде ше андай жаңаша бірдеңе құрастырады деген секілді да. Мен байқағаным балаларда не жоқ андай баға жоқ та, мынау қолымнан келмейді дейтін нәрсе жоқ, и ол құрастыра береді. Мысалы мен алдында бір ойын ойнап көрдім баламмен, Мгм. ойнап жатырмын да, сурет салып жатырмыз айтқанда. И мен сурет салып жатсам, ол сурет салып жатыр, ол бірақ дұрыс емес сурет салып жатыр да. Айтамын мен, мынаны бүйтіп саласың ғой десем, жоқ, мен өзім білемін дейді да. А, И мен түсіндім сол кезде, что өзім ұстап қалдым да. Опять-таки мен заскучился айтқанда, мен қартайып кеттіппін ғой. Енді мынау дұрысырақ деп айтайын десем, дұрыс емес қой уже. Ол өзінікі дұрыс, и мен оған өзіне еркіндік беруім керек екенін түсіндім негізі. Сол қызық мәселе негізі. енді мынау телефон, смартфондарға келетін болсақ, біздің кезімізде біз сабақ оқып жүрген кезде примерно шамамен мен өзім смартфонды 9-шы класстан бастап ұстадым.
сөйтіп 9-шы класстан бастап уже кетті ғой уже. Тығып тығып ұстайсың, тығылып ұстайсың деген сияқты. И қазір мынау балалардың телефонын айтсам екен, қазір тәрбие үстінде телефон беріп қоя салады ғой ата-аналар. Сен мысалы сөйтіп тәрбиелеп жатрсың ба өзіңнің қыздарыңды? То есть, андайлар түсіндім, түсіндім. аха, Негізінен өте қиын шығар, мен өзім өскем өйтіп ойлаған тұғым андай, мен балам дүниеге келсе аха, ешқашан оған телефон бермеймін деген андай, ол оның барлығы бірінші бала дүниеге келгеннен кейін уже все андай отпадает дейді ғой, ұйқың қанбай қалған кезде 10 күн қатарынан, например, это отпадает мына жерде. Негізінен зерттеу бойынша қазір 3 жасқа дейін балаға максимум 1 сағатқа дейін ғана мүмкіндік беру керек екен. То есть бір күнде максимум 1 сағат қана көре алады. аха, 6 жаста тоже 1,5 сағат деген секілді. Менің бірақ әйелім қатты қадағалайды бұл нәрсені. Қатты шаршап қалған кезінде ғана телефон береді, бірақ қалған уақытта телефон мүлдем бермейді негізінен. Біз бір зерттеп көрген кезімізде байқағанымыз, қызымыздың тілі шығып бастады. мгм, Потом менің қызымда не бар андай расстройство бар, именно андай шумды сразу сезеді, андай сырттағы дыбыстарды сразу сезеді ол. Ол егер де көп нәрсе андай шу болатын болса, ол бірден сезіп қалады, андай сезімталдығы жоғары. Сосын егер де 1 сағаттан астам ютуб телефон көретін болса, оның назары ауырып қалатын, ақырет деп андай эмоционалды қалыпсыз болып бастайды деп айтсам болады. Сөйтіп менің сосын тағы байқағанымыз, фильмді күн сайын видео көрген сайын мгм. қызымның сөйлеуі азайып сөйлемейтін болған, сөйлемей деп бастаған мына жерде. Сосын кейіннен мен әйелім андай 1 ай мүлдем телефон көрсеткен жоқ қызыма, и тілі Өзгеріс тілі шығып кетті. өзгеріс Иә, болды, иә. прямо тілі шығып кетті, более бірқалыпты, спокойный, далаға көп шығады деген секілді. Соны байқағаным негізін балаға телефон қызық болмаған кезде ғана керек, ондай өмір скучный болып кеткен кезінде ғана телефон керек. А так өмірін егер де скучный қылмайтын да қылып беретін болсаң, ондай нормально деп ойлаймын. Бірақ та көп ата аналар, мен түсінгенім, безвыходный дейді ғой, ондай амалсыздан береді да телефондарын. Өйткені андай біріншіден әйелдің андай гормон жүйесі андай қалыпқа келу үшін Мгм. баласын дүниеге әкелгеннен кейін 3 жыл уақыт керек кем дегенде, біліңізші. Баласын дүниеге әкелгеннен кейін 3 жыл бойы бұрынғы қалпына әйелдің әкеліп, әйелдің получается, иә, иә, әйелдің өзгерт, жағдайы аха, білесіз. Сіз мәссаған. ойлаңыз, сіз күн сайын ұйқыдан тұрасыз да, сіз, например, сіздің айфоныңыз 20% ойлаңызшы, тұрды 20%, и сіз күні бойы сол 20% өмір сүргіңіз келеді да телефоныңыздағы ше. Қойыз. Ал мысалы біздегі 80-90-100% қой біз, ал әйелдікі 20%, 15%, 10% деген секілді. Ойлаңыз енді подряд бірінші бала, екінші бала, үшінші бала, ойлаңыз ана жерде сен 10%, 5%, 4% адамның бала, әйелдің андай денсаулығы восстановить етіп үлгермейді да. Мысалы бірінші баласы дүниеге келеді, Мгм. 3 жыл өткен жоқ, екінші баласы дүниеге келеді, и кете береді мына жерде. Мысалы ол өте қиын негізінен. Мен білемін просто көп әйелдер амалсыздан телефондарын береді, және оларды ешқалай біз сөге алмаймыз да айтқанда. Өйткені шынымен де біздің қоғамда мы не можем, көп адамдар не может позволить себе андай няня әкелуді, немесе там Иә. басқа кісілерді. Бұл егер сондай болатын болса, конечно, идеально мысалы. Қай кезде телефонды там бермеңдер деп айтуға болады, егер де бізде сондай қоғам болатын болса, где нянясы бар, ата әжесі қарайды, әйелге тиіспейді, там тағы не бар, таңғы асын, түскі асын, кешкі асын ер адамдар өздері істейтін болса, әйелі өзімен өзі қалатын болса, мысалы 2-3 жыл бойы, без проблем, онда күшті қылып өсіруге болады да даже. Ал сен күн сайын таңғы ас істеп бер, бүйтіп бер, сөйтіп бер, қонақ келді, балаға қарамайсың ба, бүйтпейсің ба, сөйтпейсің ба дейтін болса, ол слишком қиын да негізі қарап отырсаңыз. Иә, енді әйелдің рөлі өте негізі бөлек қой. Оны салыстыруға да, былай даттауға да, айыптауға да келмейді. Тем более босанғаннан кейін олардың айтсам екен, қайтадан қалыптасу өте баяу болады. Қасындағы баласын тәрбиелеу керек, өсіру керек деген сияқты. Енді мына бала демекші, мысалы мен өзім бала болғаннан кейін, тұлға болып қалыптасудан бұрын мен мектеп кезімде, жалпы кішкентай кезімде компьютермен айналысып жүрдім да, енді Мгм. жаңағы туысқандарыма переустанов Windows жасап, сәл тиын тебен тауып, кейін туысқандардан бөлек жаңағы клиента ориентируюсь расширяться етіп, жаңағы папаның коллегаларына немесе достарымның достарына сөйтіп жасап жүрдім да, и компьютерге қызығып кеттім. И сол компьютерге қызығудың саласынан енді мамандық таңдайсың ғой.
и сол мамандыққа түстім енді, ақпараттық жүйе мамандығына, университетке. И оған дейін мысалы тұлға болып немесе қалай айтсам екен, ойлау қабілетінің қалыптасуына дейін сен бір қызығушылықпен айналысу керек екенсің, именно бала кезінде. Қазір мысалы ә, біздің өзіміздің поколение сол кездері бөлек, не болды ғой, бізде ондай инновация болған жоқ. Инновация жаймен келе бастады. ал қазіргі мысалы өсіп жатқан поколение қалай мамандық таңдауға көмектесіп жатсың, қандай бағдар беріп жатсың, имеется в виду қазір балалар телефонға көп байланып қалған соншалық олар тұлға болып өспей жатыр, и адамдармен коммуникация жоқ та. Мен өзімнің на примере айтып отқаннан кейін сондай сұрақ туындап отыр да. И салыстырмалы түрде қазір мысалы қандай бір жүйе қалыптасып бағдар беріп жатсың ба, немесе именно сол балдармен жұмыс істеген кезде именно осыған фокус бөлу керек деп өзіңе аласың ба, сол. Жақсы, көп рахмет. Сұрағыңызды түсіндім. Негізінен сіздің ерте жұмыс жасап бастаған ол керемет деп айта алатын еді негізінен. Тіпті біз кішігірім зерттеу жасап көрдік. Кстати, бұны тоже подтвердили біздің бір екі коллегаларымыз. Мгм. Бір 16 жастар школасы бар кісімен сөйлескенмін. Ол бір неге шақырған, бір ұсыныс айтқан. Біз осы бір гипотезаны берген кезде, қане сіздің ол гипотезаңыз дұрыс деп тексеріп көрдік деген секілді. Оказывается, біздің көпшілігімізде инфантилизм деген нәрсе басым екен да. Біздің Қазақстанның қоғамында инфантилизм деген нәрсе бар. Ол есемеушілік деп атаймыз ғой. Есемеушілік дегеніміз андай өзі шешім қабылдай алмау, жауапкершілік ала алмау деп айтсақ болады да. Ер адамдардың, қыздардың, может быть, тоже мысалға. И соның әсерінен қазіргі уақытта 60-70% студенттер өзінің мамандығымен жұмыс жасамайды. Мгм. Оқушылардың 70%, оқушылардың 70%-ы өзінің қалауымен оқуға түспейді мына жерде. Өзінің, мынау менің қалауым, это ең қызығы еще бұл всемирный практикада, бүкіл әлемде почти тоже. Америкада бір 55% осындай өз мамандығымен жұмыс жасамайтын адамдардың саны. Айтқым келгені, то есть бүкіл әлемдік бір дерт десек болады, андай инфантилизм, жауапкершілік ала алмау деген нәрсе. И ең қызығы сол то есть кәсіби бағдар берудегі ең бірінші проблема, негізгі проблема, ол адамдардың есеймегендігі. Есеймеу деген мысалы кезінде бұрынғы уақытта еншісін беру деген болған екен ғой. 10 жастан бастап еншісін беріп, мысалы мынау сенің нең, киіз үйің, мынау сен осындай, все, мынау сенің құлынтайың, өзіңмен өзің енді өзіңнің күніңді өзің көр деген секілді айтқанда. То есть и оларда не болған, білесің ба, спарта фильмінде бар ғой андай Иә, иә. инициация деген бар ғой, мысалға бұл баланы андай немен немен аюмен төбелестіреді ғой, сен ұтсаң ол сен еркек болдың деген секілді. Все, сен өзіңнің күніңді өзің көресің деген секілді. И как будто бізге сол нәрсе жетіспейтін сияқты негізінен. Мысалы бұрындары соғысқа апару болған ба, құлын берген ба, білмеймін. Бізде бір нәрсе болған сияқты мындай ше. Сол осы моменттен бастап сен бала емессің, сен ер жігітсің. И сен Иә. осындай емессің, сен осындайсың деген сияқты нәрсе. Бізде ол нәрсе болмағанның әсерінен айтқанда көп адам сол проблема содан басталады негізінен. И оказывается, соның шешімі ретінде бірінші нәрсе жұмыс жасап көру керек екен. То есть сіздің дұрыс істедіңіз деген ғой, То сол есть мектеп кезде жұмыс есею жасау үшін. керек қой, иә. Иә, есею үшін, оказывается, жұмыс жасап тастау керек бірінші нәрсе. Екіншісі, роль модель дейміз ғой, ондай менторы болу керек екен, оказывается, Мгм. адамдардың ұстазы дейміз ба, менторы дейміз ба, өмірлік ұстазы. Үшіншісі ортасы болу маңызды екен, андай, который дамушы ортасы болған. Сол себепті біздің бір миссиямыз бар қазіргі уақытта. Біз андай бір тойды бір қазақтар тойшыл халық қой. Біз Иә. осы проблеманың түп тамырымен жеңу үшін біз бір тойды енгізгіміз келіп жатыр Қазақстанға. Ол алғашқы 1 миллион теңгесін тапқан оқушылар отбасын А, шақырып тойлау керек мына жерде ше. То есть мгм. мысалы 2 жыл бойы, например, 9 сыныптан бастап жұмыс жасап, мысалы 3 жыл бойы мысалға 1 миллион теңге жинаған болса, например, тапқан болса, ол отбасын шақыртып, все, мен алғашқы 1 миллион теңгені таптым, все, мен өзімнің күнімді өзім көремін, есейдім деген нәрсе бір сондай бір жасағымыз келеді негізінен. Ол біздің бір вижнымызда бар алдағы 5 жылда. Вот осындай негізінен бұл как өзіміздің бір миссиямыз айтсақ болады Әдемі. менторлықтың. Иә, бұл потому что біз тойшыл халықпыз, екіншіден какой-то бір не керек андай инициация керек деген сияқты нәрсе. Ал жаңағы сұрағыңызға жауап беретін болсақ, ол қатты бір өзгерді деп айтпайтын едім негізінен. Қазіргі оқушыларда негізінен бірақ более осознанно деп айтсам болады, өздерінің не қалайтынын біледі. Бірақ та мен байқағаным, тура біздікінде проблема бар. Көп мен кейбір оқушылармен сөйлескен кезде байқайтыным, олар кәсіби бағдарламадан кеңес алғысы келеді. Олар білмегеннен емес,
просто қателесуден қорыққаны үшін және де подтвердить свою өзінің пікірін со стороны тұрып, Мгм. иә сенікі дұрыс деген сөзді есту үшін ше. Например, мысалы сіз ақпараттық технологияны таңдадыңыз, Иә. бірақ білмейсің, вдруг мен қателесіп тұрмын деген сияқты нәрсе. сосын мен Э, сізбен сөйлесем да, жоқ сен дұрыс айтасың, дұрыс ойлайсың деймін ғой, все, Ага. мен керемет, мәссаған сіз неден керемет адамсыз, мен сіз сияқты мықты кісімен сөйлескен жоқпын деген сияқты айтуы мүмкін да. На самом деле оның ол жаңа нәрсе алған жоқ та, ол просто өзінің ойына подтверждение алды да со стороны. Мгм. Вот көп оқушыларға сол нәрсе керек негізі. Біз өйткені андай қателесуге болмайды дейтін нәрсе бар ғой, тем более айтамыз ғой біз, жар таңдаудан қателеспей, мамандықтан таңдаудан қателеспей, ең қызығы біз азыртыда екінші орындамыз. Иә. Адамдардың 67% өзі мойындамай жұмыс жасамайды, почему то бұл нәрсе жұмыс жасатқан жоқ та, кімді қарасаңыз. Енді бір кейс ретінде алайық, имеется в виду алгоритм, мысалы сен Мгм, іс әрекетің мгм. қандай, бала келіп тұр, А, бала иә. келіп тұр, мен мамандық таңдай алмаймын, или немесе не таңдарын білмей тұрмын, немесе жаңағы өзің айтқандай сомнение ұстап келіп тұр да, и Мгм. сен онымен қалай жұмыс жасайсың? Бірінші сөйлесесің. Түсіндім, түсіндім. Иә, түсіндім. Біздің командамыздағы кәсіби бағдар беруші мамандар болған, олар бұрын біз жеке мектептерде жұмыс жасаған біздің мамандарымыз өз. И ол кісілер андай консультациялар береді, сөйлеседі, тапсырмалар береді, тесттер алады деген секілді андай ұзақ жұмыс ана жерде. То есть бірінші сен бармас бұрын анализ тапсырасың. Анализ тапсыру дегеніміз тест тапсыратын адамдар. Тест тапсырып болғаннан кейін оның диагнозын қояды. Біздің кәсіби бағдар беретін мамандар диагнозын қояды мынаған. Сен осындай екенсің ғой, осындай екенсің ғой, осындай екенсің ғой. Сосын айтады оған, давай енді сен осы нәрсені зерттеп көр. Оқушыларға тапсырма береді. Сен мына мамандықты зерттеп көр, бір Алхамдулилля. блог көр. Например, айтишник болатын болса, мысалы, Мгм, рахмет. например, оқушы келіп тұр бір мектептің неге, кәсіптер бағдар беруші маманына. Ол тест тапсырады. Тест тапсырып болғаннан кейін, например, INTP деп шықты, например. Марк Цукербергтің типі шықты, например. Мгм, Немесе там сіздің нәріп деп бар, тренер деген бар ғой, ENFC шықты, оған ENFC деп шықты. Все, саған осындай нәрсе ұсынады, 9 мамандық ұсынып береді. Осыны қарап көр, осыны қарап көр, осыны қарап көр, қайсысы саған жақынырақ, мынау жақынырақ. Давай енді келесі аптаға дейін сен бір мына влогты көр, мына подкаст қарап шық, мына кісіні көр, мына бір фильмді қарап шық деген тапсырмалар береді. Одан кейін барып сол все қабылданды. Одан кейін уже ұбт балын, универ балын бәрін тексеріп береді. Ол мектептерде жұмыс жасайды. Біз қазір не істейміз? Біз қазіргі уақытта бұның бәрін автоматтандырып платформа жасап қойдық. Ол мгм. платформаға кіреді, сол жерге тесттерін тапсырады, мамандықтарын шығарып береді, жалақысы көрінеді, универ көрінеді, и тапсырмалар беріледі, барлығы сол жерде бар негізі. Қазіргі уақытта оқушылар платформа қолдану арқылы барлығын жасай алады негізі. Сол тестті тапсырсаң, бір болашағын сызып берген сияқты болады ғой. Иә, сол тест тапсырады, 9 манда шығарып береді, өзінің тесттерін шығарып береді. Ол платформада профориентация и психология направлениесі бар. Қазіргі уақытта 80 мың оқушы өтіп шықты біздің платформамыздан. Вот сөйтіп жұмыс жасап жатырмыз. Тек қана жеке білім беру мекемелерімен жұмыс жасап жүрген едік. Мгм. Қазір енді үлкен миссия алып отырмыз. Бүкіл Қазақстанды қамтығымыз келеді қазір енді. Көреміз енді қаншалықты қолымыздан келеді, келмейді. Мектеп оқып жүрген кезде, қалай айтсам екен, ойлау қабілетім басқаша болған. То есть Мгм. ұбт деген как будто өмір тоқтап қалатын сияқты бізге құйды ғой тазасы. Завучтар келеді, мұғалімдер келеді, мектепте тыныш жоқ, үйде тыныш жоқ. Оқуға түсу керек, оқуға түсу керек деп. Мен оқуға түсе алмай қалдым ғой. Сол, білесің ғой Азеке. Да, ұбт-дан. мен білмейді екенмін одан. Жоқ, Да. ұбт-дан, М. короче, проходной бола алмай қалдым. Сөйтіп бір қалай айтсам екен, сәл бір күйзеліске түскен кездер, моменттер болды. Оқуға түсе алмай қалдым, сосын кта тапсырдым, онда тағы тапсырып түсе алмай қалдым. В общем, именно төрт рет тапсырған кезде барып түстім. Оның өзіне платный. Имеется в виду, маған әйтеуір берілмеу керек деген бір іштей не болды, сезім. Главный тапсырып оқуға түсу керек деген. Енді осы уақытқа дейін мысалы мен оқуға тапсыру керек, сен оқудан кейін өмір болашағың болады, ұбт тапсырмасаң жүресің деген сияқты бір әңгімелер болды ғой. Үйде маған да мысалы үйде де айтып жүрді, және мектепте де айтып жүрді, тапсыра алмасаңдар далада қалып қоясыңдар деген сияқты. И сол кездері как будто менің сол ойлау қабілетімде бір ұбт деген нәрсе бір шектеу болып қалды да менің ойымда. Сол бір главный бір экзаменнан өте алмай қалсаң, ары қарай бір болашағың жарқын емес, ештеңе жоқ сияқты болып қалды. И соны кейін уже ұбт-дан тапсыра алмай, бүкіл жаңағы күйзелістің кезеңдерінен өтіп,
көзім ашылып кітаптар оқи бастаған кезде мен түсіндім, что менің ойлау қабілетім таяз екен. Кейіннен түсіндім, ұбт дан кейін. Енді қазіргі мынау ұбт тапсырып жатқан балалардың ойлау қабілеті қандай, олар қалай өзін ұстайды, қалай өзін қазір уже қазірден бастап уже жаңа AI мен жазып сөйлесіп, олар өздерінің мамандықтарын тоже таңдап бір әрекетін жасап жүр ғой. И менің сұрағым, салыстырмалы түрде мына біздің бұрынғы өзіміздің поколениеміз ба немесе қазіргі поколениенің өсу қалай болып жатыр? Жақсы сұрақ, жақсы сұрақ. Мен қазір білмеппін сіздің оқуға түспеген. Сіз бір жылдан кейін түстіңіз осында. Иә, мен бір жылдан кейін түсіндім, 2021-де диплом алдым А, сіз ғой. бір жыл жұмыс істедіңіз, Бір жыл, десеңіз, 11 жыл. мен иә сәл жұмыс істегенім бар. Сосын Аха. дайындалдым мен қайтадан. Қызылордаға кеттім еще. Сосын дайындалып қайтадан оқуға тапсырдым ғой Мен документ. сізді өзі батырлардың фотосын көргенмін астанада, мен есімде ме ақбота байталармен ше. Иә, олармен де иә бірге жүрдік. Бірақ мен мынандай болды, мен оқуға андай шарт түрде түстім, ұбт тапсырмағаннан кейін. Сөйтіп қыста тапсырдым, одан да өте алмай қалдым. Сосын уже өте алмағаннан кейін документтерді алып кету керек болды. Сосын обратно мен Түсіндім, Қызылордаға түсіндім. қайту керек болды. Мен түсіндім. Мәссаған, мен қызық история екен. Кстати, мен Гүлсезім еді, Гүлсәнім деген бізде Сән, класстас болды ғой, иә. есіңізде ма? Гүлсәнім. Оказывается, ол біздің универде оқиды екен, басқа неде. Бірақ тоже бір жылдан кейін түскен екен ол кісі. Мен кейіннен білдім да, оны диплом тапсырған кезімде көрдім ғой. Ол үш жылдан кейін көргенсің ба? базар жоқ. Қызық сондай история болған. Енді мен қандай айырмашылығы бар дейтін болсам, негізінен қатты айырмашылығы бар деп айтпайтын едім негізінен. Тем более ана оңтүстіктің менталитеті бірдей ғой, біз екеуміз де қызылордалықпыз. Иә. Мынау қызылорда, Шымкент, Шымкент, Тараз. Түркістан, Тараз ұқсайды негізінен мындай мышлениелері әлі күнге дейін. Сол более консервативный ойланып біздің неміз, сол оқушылар ол нормально деп айтатын едім негізінен. Потому что біздің менталитет сондай. Біздің менталитет бойынша жаңағыдай ұбт өте маңызды, әлі күнге дейін сондай. Бірақ солтүстік қазақстандағы андай орыс тілді оқушылар, Мгм. олар айтады, Астана. ладно, бұл не болса сол болады деген секілді әсіресе Петропавл, павлодардың балалары андай нормально деп сөйтіп жүреді негізінен. Колледжге кетіп қалса атындары бар, мен білетінім мындай. Оларға андай қатты бір уайым жоқ негізінен ше, андай орыс тілді. Бізде сонда бір екі менталитет бар негізінен, байтақ айтқанда. Мгм. Ал қазақ тілді менталитетке, тем более қазір ұбт дегеніміз оңай негізінен ше, андай. Ойлаңызшы, ұбт-ға грантқа түсуге сізге бірнеше шанс береді сізге ше, андай. Сен білесің Қайтадан ба тапсыра ұбт бересің несі? ғой, иә, қайтадан Иә, тапсыра қайтадан бересің. тапсыра бересің, иә, ондай. То есть ішінде шанс бар, мүмкіндік бар да ана жерде. Еще гранттың саны көп та ана жерде. То есть 60% оқушы грантқа түседі. То есть тапсырған оқушылардың. Получается, мүмкіндік көп негізінен деп айтатын едім. Бірақ оқушылардың андай несі, именно осознанность қабілеті сол баяғыша деп айтатын едім негізінен. Қатты бір өзгеріс болды деп айтпайтын едім. Мен баяғы айтатын едім, искусственный интеллект пайда болғандағы, әлеуметтік желінің дамығандығы, наоборот, адамдарды шатастырып жатыр мына жерде. Бірнеше вариант пайда болды мына жерде. Мысалы Мгм. бізде бір ғана вариант болса, оларда уже андай, наоборот, таңдау қиын болып кетті ол кісілерге ше. Бізге таңдау более-менее нормально болса, бірақ таңдау қиын болып кетті деп айта Таңдау аламын. қай жағынан? Бірақ та біз именно мындай, қалай айтсам екен, мысалы сіз магазинге, например, сіз шоколад алуыңыз керексіз магазиннен, сникерс ала білесіз, сникерс аласыз. Иә. Ал сіз магазинге шоколад аласыз, сізде сникерс, киткат, 20 жақты вариант бар мына жерде. Мгм. Сіздің осознанный шешім қабылдауыңыз по-любому баяғыша да, то есть түйсікпен шешім қабылдауың болмайды мына жерде ше. Сен по-любому қателесесің да, скорее всего, мына жерде. В любом случае қателесесің деп айтатын едім. Бірақ та более-менее осознанность пайда болған деп айтатын едім, иә. Более-менее осознанный, сәл ересектеу, и бұлар ерте жұмыс істейді. Мен байқағаным, өте қызық бір тенденция. Мысалы, біздің кезімізде бірінші курстан бастап жұмыс жасау, не мектептен кейін жұмыс жасау, ол андай ақшаның жоқтығынан деп ойлайтындығым ше, мысалы. Мен жұмыс жасаған кезде өзімде чувство вины болады да, ше, екінші курста жұмыс жасап бастаған кезінде ақшаң жоқ, хотя стипендия аламын, да, екі стипендия аламын, еще ақша аласың, и өзің сәл ақшадан өзің моне деп айтады да маған, ақшаң жоқ поне деген сияқты нәрсе. Ал бірақ қазіргі уақытта жұмыс жасау, это как будто не андай гигиена ше, солай болу керек деген нәрсе пайда болды. Байқайтын болсаңыз, қазіргі Мгм. уақытта жұмыс жасайтын адамдардың жасы түскен негізінен. Ал біздің кезімізде тек қана официант деген жұмысқа алатын болатын болса, қазіргі уақытта өте көп жұмыстың түрлері бар да. Иә, иә. И балалардан андай бар уже. Мен өзімді күнді өзім көре аламын, өзімді өзім асыраймын, ата анама не істемеймін деген нәрсе бар деп айтатын едім. То есть қазіргі балалар
более ересектеу деп айтуға болатын шығар иә, бізге қарағанда. Қызық мәселе. Кстати, бір прикол бар білетін болсаңыз. Мгм. Андай, Америкада бір прикол бар да. Миллениалдар дейтін жерде. Единственный, который и миллениалдардан бұрын зумер мен альфа поколение үйлі боранды бола алады дейді да ана жерде. То есть формула дейді да вообще миллениалдар ше. Ага. Мынау болмайды мынау болмайды ал зомберлердің миллиона шектеу жоқ дейді мына жерде. М, Мынаны істеймін деген нәрсе пайда бар дейді мына жерде как прикол ретінде айтады. Бірақ какой то сөздің шындығы бар сияқты. А біздің поколение все таки андай камераның алдына шығудың ұялады сәл болса да андай иә, иә, иә. киіммен өскен сәл болса да ал зум поколение андай камера іздеп жүреді да арбатқа кетеді деген секілді әдейі тиктокқа шығу үшін деген секілді. Так что иә ол жағынан айтатын болсақ более осознанный более ересектеу чуть чуть қана бірақ та қатты бір өзгеріс бар деп айтпайтын едім да андай то есть бір бұл байқамайтындай емес кішкентай бар бірақ вау дейтіндей емес деп айтатын едім. Тем Салыстырмалы более түрде. қазіргі уақыт Аха. иә салыстырмалы Батылдырақ. түрде батылдырақ салыстырмалы түрде түйсікпен орын алады, салыстырмалы түрде өзінің шекарасын қойылады и салыстырмалы түрде варианттар көп. Мгм. Қазір білетін болсаңыз өте көп гранттың түрлері бар мысалы турцияға барып там болмайтын бтт универге барып оқуға болады например деген секілді әртүрлі ғой қандай қырсын. Иә. Қытайға баруға болады венгрия польшада жетеді грант деген нәрсе бір жыл тілдік оқу обучение аласың да жүре бересің деген секілді. Ең қызық нәрсе мен қарындасым осы ұбт тапсырды осы аппаратта бұрын. Аха. Иә біздің мамамыз андай не ғой мені мен інімді не андай қатты оқуға не андай обучениеге андай оқыңдар деген нәрсеге көп ақша қойған ғой бізге андай Мгм. доп образованиеге көп ақша қойған ағылшынша үйреніңдер деп құйған деген секілді. Бірақ үшінші келген кезде айтқан ғой все еркін өсе бер деген сияқты. Үш пен төртінші ең қызық нәрсе айтайын сізге менің қарындасым өзінің кім бола алатынын уже сегізінші сыныпта анықтады негізі ше андай уже М, екі нәрсе шықты да ол тоже тестті өте мықты зерттейді деп айтатын едім психологияны өте мықты меңгерген и ағылшын тілі өте мықты и сурет салады ше үш қабілеті бар в общем ана қызда бірақ та ол өте ленивый ше өте жалқау андай ол сол уақыттың өзінде мен оған тапсырыстар бердім корпоративный тапсырыстар беремін аха. давай мынаны жасап бер жасамайтын ана қыз ше андай жоқ мен өзімнің жасағым келеді деген секілді то есть ол тоғызыншы мен үшін біз оған айпад алып бердік мен інім де бір нәрсе алып берді бүкіл нәрсесі бар ана қызда ше енді бірақ та жасамайды да ана жерде 100 000 теңге 150 000 теңге айына табатын мүмкіндігі болды 10-шы сыныптан бастап меңгерген А, шынымен де мүмкіндігі болды сол кезде бірақ 11-шы сыныпта да мүмкіндігі болды бірақ қатты оқыды деп айтпайтын едім да андай мен байқағаным сол кезде қазіргі поколение скорее всего өзінің дарындылығын ертерек анықтайды қай жаққа бейім екенін бірақ та андай таңдай ма? осознанно бағана есеймегендіктен скорее всего наверное или там қателесуден қорыққаннан кейін может быть сол біз сияқты тұрмыз деп айтатын едім негізі М, иә бірақ қызым мен енді қарындасым енді скорее всего оның таңдаған мамандығы бірінші сары ағылшын мгм. ыыы өте конкурентный нарық негізі скорее всего өзі мұғалім болып өзінің күнін өзі көреді деп ойлаймын енді көреміз не М, болатынын или көмектесеміз ба бірақ айтқым келгені қазіргі балаларда мүмкіндік көп деп айтатын едім оқуға түспей қалса өте көп мүмкіндік бар иә. точно бір жылды күтудің қажеті жоқ ол даже өтірік универге түсе салса болады мысалы білесіз ба синергия деген мысалы өтірік универлер бар Мгм. орыстарда россияда жылдық обучениесі 250 000 теңге тұрады онлайн оқисыз Аха. жүре бересіз мына жерде почему бы А, нет дейді иә, 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 түсіндім. то есть көп қой мүмкіндіктер қазір онлайн обучение бар курсерде оқыса болады бір жылдық обучение алса болады то есть бірақ универдің маңыздылығын ол окружение деп айтатын орта үшін өте мықты деп айтатын Енді өзіңе келетін болсақ, Назике, мхм ә, қазір не істеп жатсың? Қандай компаниямен біріктесіп жұмыс істеп жатсың? Қандай компаниядан тыс не келіп жатыр? Ұсыныстар келіп жатыр. Және мхм алда сол осы істеп жатқан компанияның, сен өзің айттың ғой, біз қалай айтсам екен, ә, миллион теңге тапқан балаларға арнайлап бір той жасағымыз келіп тұр деп. Помимо этого қандай миссияларыңыз бар? мхм жақсы сұрақ негізі сол біздің негізгі миссиямыз бірнеше миссиямыз бар деп айтсам болады негізі біз мен сол тоже мен кетіп қалған себебім өзім менен мен білім беру орталықтарында жұмыс жасадым Мгм. там пил инновация несінде жұмыс жасадым мұғалім болдым кәсіподақ беруші маман болдым HR болдым одан кейін жерлердің мектептер желісінде тоже
HR жөнінде профайлдық системасын құрып берді, главный бүкіл системасын құрып деген секілді сөйтіп жүрген кезімде менде бір проблема болды. Ол қандай проблема? Менде андай құндылықтарым сәйкес келмейтінін түсіндім да бір моментте. И маған еркіндіктің маңызды екенін түсіндім сол кезде. И ең қызық мәселе, көп адамдар ескермейді екен ол нәрсені. Жұмыс таңдаған кезде өзіңнің құндылығыңды да қарау өте маңызды екен да. То есть құндылықтарыңа мән беру. Сөйтіп менде еркіндік деген құндылық бірінші орында екен да. Біз өзіміз 12 тест құрастырдық, осы 12 құндылық бар ішінде. Мгм. Еркіндік, денсаулық, отбасы, карьера, қоғамға көмектесу деген секілді әртүрлі кете берді ана жерде. Білім алу деген секілді. Менде еркіндік бірінші орында, адамдарға көмектесу екінші орында деген секілді. Сол байқағаным, сөйтіп мен бөлек кетіп қалған кезімде білім беру мекемелерімен жұмыс істеп бастадық, андай офлайн, онлайн. Қазіргі уақытта біздің миссиямыз, бірінші миссиямыз ол ііі 1 миллион оқушыларды 1 миллион оқушылардың тест нәтижелерін алу, Мгм. мүмкіндік болса егер де. Және ол немен андай халал жолмен дейміз ғой, ешқандай Иә. откатсыз, несіз, тендерс, андай дұрысынан айтқанда. Сөйтіп, оқушылардың кәсіби бағдар беру бойынша 9 сыныптан бастап бүкіл мамандықтарын анықтау, психологиялық проблемаларды анықтау, сол бойынша кеңес беру, сосын жаңағыдай әртүрлі 9 сыныпта бастағаннан кейін олар 10 сыныпқа, 11 сыныпқа барады, өз мамандығын анықтайды, одан кейін әрі қарай жалғастыру, то есть стажировка беру оларға, универмен келісімшартқа отыру, одан кейін HR-лармен бірігу арқылы олар жұмысқа орналастыру. То есть біздің қазіргі миссиямыз сол оқушыларды оқушы кезеңінен алып, жұмысқа тұрған кезеңіне дейін апару оқушыларды. Үлкен біздің бір миссиямыз десем болады, 10 жылдық алдағы уақыттағы. Мен тек қана осыған фокус қоямын деп отырмын енді. То есть балаларды мектеп кезеңінен бастап жұмыспен қамтамасыз етуге дейін апару, ментор тауып беру, орта тауып беру. Сол үшін кез келген компаниямен жұмыс жасауға дайынбыз қазіргі уақытта. Қазіргі уақытта біз до этого 3-4 жыл бұрын там бастадық бұл проекттерімізді. Сол кезде там Пижермес, Пифагор, Қалам, Кемел адам Мгм. деген мекемелермен жұмыс жасадық. Кейін Заман, 140, одан кейін Дарын онлайн, Сабақ онлайн, Шам. Джо, Шам, кстати, Шамға тоже басынан бастап не істеп болады. Кәсіби бағдар бойынша, HR бойынша тоже. Сөйтіп, қазір енді жүрміз. Қазір ол жерде HR болды, профориентация болды, әртүрлі бағыттар болды. Қазір түсіндім, что мен андай болды мына жерде. Мен 1,5 жыл бойы менің бір миымда бір проблема болды деп айтсам болады. Мен оқушыларға айтамын да мына жерде. Сен бір ғана нәрсе таңдауың керексің деп айтамын да. Сен бір ғана нәрсе таңдауың керексің, сол бойынша жүруің керексің. Иә. Там бүкіл нәрсе да, ценный конечный продукт бір ақ нәрсе болу керек. Аха. Ал мен өзім жоғалтып алдым мына жерде. Андай HR бойынша да, мынау бойынша да, мынау бойынша, тем более сен андай ақша табуың керексің, отбасыңды қамтамасыз ету керексің. Ұсыныс келе ма, давай жасай береміз, Мгм. жасай береміз, жүресің. И бір моментте түсіндім, что нет, болмайды екен, бұл былай жалғаса беруге болмайды. Сен таңдауың керексің да жерде. Сөйтіп мынай тиынды лақтырған кезінде айтады ғой, тиынды лақтырған кезінде қай бағыт, например, айтасың так, тиын жағы шықса HR, там герб жағы шықса, например, там профориентация деген сияқты нәрсе лақтырасың. Ал лақтырған кезінде не шыққаны маңызды емес, нені бірінші ойлағаны маңызды да мына жерде. А, Мен сол кезде кәсіби бағдар беру туралы ойладым да мына жерде. Мен түсіндім, что все-таки мынау менің миссиям деп айтсам болады, реально. Сол кезде маған ұсыныстар келді негізінен. 4 компаниядан ұсыныстар келді, бізге мгм. кел, сен директор бол, бізде ақша бар, мынау бар, істе дейді да. Бірақ опять менің құндылығым бар да жерде, еркіндік деген құндылық бар. Айттым да, ренжімеңіздерші. Еркіндік деген құндылық болғаннан кейін мен оны жасай алмайды екенмін деп бас Мгм. тартып ол кісілерден. Сөйтіп қазір тек қана кәсіби бағдар беру бойынша фокус қойып отырмыз. Бәрін бастан бастаймыз десем болады, өйткені біз 1 жыл бойы рас фокус болғаннан кейін әртүрлі бағыттармен жүрдік та, и біз өзіміздің кім екенімізді нарықтағыларға түсіндіре алмай қалдық деп айтсам болады. Қайтадан бәрін бастан бастап Аха. сөйтіп кәсіби бағдар беру бойынша жұмыс бастап жатырмыз. Сол миссиямыз сол. Ал жаңағы 1 миллион теңге деген нәрсе, бұйырса жасаймыз уже. Бізде уже не бар, кстати, мен сізге айтайын, кейстер бар бізде уже. Аха. Мен бір оқушым бар, ол оқушым андай қызық нәрсе бар айтайын сізге. Танымал бренд негізі ше, бізде өте танымал брендтің маркетингін жасап жүрген жігіт қазір. Өңірде қандай бренд танымал сусын бар, атын айтпай ақ қояйын. Зиги-заги ма? Иә. Сол бір оқушы болды. Айтуға болады ма, мен білмеймін оны. В общем, атын айтпай тұрады, Аха. келіспей білмеймін ғой. Оны қатысыру керек, ол өйткені ол кейбір конфиденциальный информация бар. В общем, оқушы келеді маған, 11 сынып оқиды. Ата анасы келіп тұр да, кім болатынын білмейміз. Оқуға жүру керек дейді да, жерде балам оқымайды деген сияқты нәрсе. Мгм. Жаңа компания аталады, бір танымал сусын деп жатсаң, бір танымал сусынның
ә, иесі келді, баласына келді, айтты, менің баламды оқуға түсіру керек, қай жаққа түсіретінімді білмеймін, дейді. Енді тест тапсырдым жаңағыдай. Тесттер тапсырдым, ENTP шықты ол. Кім сияқты, Илон Маск сияқты мышлениесі жоғары кісі екен андай. Потенциальный кіші, мықты кісі бар, деген секілді. Там. Одан кейін екінші байқаған нәрсеміз, ол балада тест тапсырған кезімізде құндылықтар бойынша. Бірінші орында ақша, екінші орында влияние, үшінші орында осы достармен уақыт өткізу, төртінші орында свобода, бесінші орында осындай осындай, и 11-ші орында, ең соңғы орында, предпоследний орында отбасы, ең соңғы орында обучение болып тұр ғой жерде. Папасы көріп күледі, ана жерде сен вообще отбасын ойламайды екенсің дейді. еще соңғысы Сосын обучение ма? иә, соңғы обучение. Айтып, балаңыз Америкаға барса босқа ақшаңызды құртасыз, отношениеңізді құрта аласыз, балаңызды бұзып алуыңыз мүмкін дейді да. Аха. Сөйтіп баласы ақыр соңында қалады қазақстанда. Сөйтіп қазақстанда қалады, и сөйтіп өзінің жаңағыдай компаниясына ең төменгі позицияға жұмысқа алады 11-ші сыныптан кейін, ойлашы. Сөйтіп қазіргі уақытта ана бала 600 мың теңге табыс табады. Екінші курстың Әдемі. студенті. Әдемі. Әдемі. Екінші курсқа тең ба? Өзінің өз компаниясының директоры болып қалған бір жерде, не бір үлкен проекттермен жұмыс жасап жатыр, өте керемет жұмыс жасап жатыр. Даже маркетинг бойынша бәлкім атын айтуға болмайды шығар, бірақ өте мықты маркетинг жасап жатыр деп айтсам болады. Әдемі, иә. Байқап Екінші жүрмін. екінші кейс бар. Мгм. Екінші кейс бар. Менің өзім жаңағы 7-ші сыныптан бастап тест алып жүрген оқушым бар ғой. Иә. Сол оқушым 11-ші сыныпқа келген кезінде Алматыға көшіп келеді, ол Астанадан Алматыға көшіп келеді да. Сөйтіп, қалай айтайын сізге, ол SAT деген нәрсе бойынша балаларға сабақ беріп бастайды. Мгм. Сөйтіп айлық табысы 150 мың теңгеден 400 мың теңгеге дейін тауып бастайды жұмысшы оқушы. Жатыр. Үш екеуміз іздесеміз, давай сен 30 теңгеге апарған кезінде мен сені там қыдатамын деген сияқты нәрсе. Екеуміз сөйтіп неге барып қайттық, қандай Қырғызстанға барып қайттық, Қаракөлге. Шаңғы теуіп қайтқанбыз. Ну, типа, бірақ басқа нәрсе уәде берген едім негізі, бірақ оны орындаған жоқ. Сөйтіп Қаракөлге барып қайттық. Аха. В общем, жаңағы жігіт енді Америкаға оқуға түсті, Америкаға кетеді бұйырса. М. Так адам тоже 11-ші сыныптан бастап ақша тауып бастағанда айтқанда, мен байқаймын, ол бала уже ойлашы, 11-ші сыныпқа келген кезде мен үйленгім келеді дейді уже ше. Уже үйленгім келеді дейді мына жерде. 11-ші сыныпқа Уже ше, келіп үйленгім келеді дейді. иә, Мәссаған. адам ақша тауып тастаған. Аха. То есть көрдіңіз ба мына жерде мышлениесі қандай да баланың өзі. Бірақ үйленген жоқ, оқуға түсті, оқуын жалғастыратын болды. Айтқым келетін мәселе, то есть балалардың ерте есейгендігі реально керек деп айтқым келеді. То есть ол отбасы разы, барлығы разы, и шынымен де бұл енді жеке случай ғой айтқанда, бұл системный случай емес, жеке случай болғаннан кейін бұл пока что это не масштабируемый нәрсе, бірақ та біз осы нәрсені какой-то бір система құрастыру арқылы масштабировать еткіміз келеді, чтобы оқушылар уже ұбт дегеніміз жай ғана бір не направление ретінде қарайтындай болу үшін, чтобы андай оқылмай ақ не істеп кетуге болатынын, осындай осы нәрсе көп история бар екенін көретіндей болу үшін соны біз дамытқымыз келіп жатыр негізі. Енді мынау өзінің жолын таба алмай жүргендер, вообще тесттен хабары жоқ оқушылар бар ғой. Енді қалай айтсам екен, қазір қызығушылығы бар, бірақ қызығушылығы жоқ адамдар да бар да. Бір сөзбен сабаққа келіп кетіп жүрген. Енді мынау жалпы бұл видеоны емес, басқа видеоны көріп әйтеуір көз ашып жатқан кезде именно осы и дамимын, ойымды өзгертемін дейтін балаларға қандай кеңес бересің? Негізінен кстати қызық нәрсе бар екен, оказывается, қандай қоғам болмасын дейді, қандай қоғам болмасын, қандай мықты маман болмасаңыз дейді андай сіз окружениенің максимум 10-15% ғана өзгерте аласыз дейді мына жерде. Ойлаңызшы, қызық мәселе. Қандай мықты адам болмасын, қандай керемет бір профессионал болмасын, ол бүкіл оқушылардың тек қана 10%-ына ғана әсер ете алады. Это максимум екен да. И оның 10%-ның ішінен 3% ғана өте активный болады екен, оказывается. Ең қызық мәселе, бірақ сол 10%-ың критический массаға әсер етуге мүмкіндігі бар екен, қандай қызық мәселе. И мен айтқым келетіні, қандай қоғам болмасын, сол бүкіл 25 оқушы болатын болса, ол 25 оқушының по-любому ішінде 3-4-ақ жұлдыз болады ішінде өзі. Который жанатын деген сияқты нәрсе. И ол по-любому кез келген оқушыларда андай не бар. 25 оқушының примерно бір 5-6-ы өзінің кім болатынын біледі, 5-6-ы примерно табады, соңында қалғандары әйтеуір бүйтіп сөйтіп өзінің табады деген секілді. Скорее всего. Сол себепті мен не жоқпын де қазір. Менде бір болған 100% оқушыларды қамтамасыз ету керек, 100% осындай болу керек, 100% осындай болу керек. Әрине ол күшті, неге андай маркетингке күшті, бірақ та шынайы көзқараспен қараған кезде по-любому біз 10% әсер ете алып тұрмыз максимум. Ал ондай кісілерге айтатын нәрсем,
өзіңіз зерттеп бастаңыз деп айтады дедім жаңағыдай. Өзіңіздің қызығушылықтарды зерттеңіз, тест тапсырдыңыздар, және де сол таңдаған мамандығыңыз бойынша түлектермен сөйлесіңіз, универ таңдамаңыз, универдің факультеттерін таңдаңыз деп айтатын едім. То есть тоже маңызды, потому что бір универде бар, аты мықты болғанымен де оның мына факультет онша емес, Аха. мына факультет мықты деген секілді нәрсе. Ондай көп кейстер бар. Мен оның барлығын тапсыру үшін сол өзіңіз зерттеп бастаңыз деп айтатын едім негізінен. Сол сосын қателесуден қорықпаңыз. Кстати, зерттеу бойынша қазіргі поколение 10 жылда 5 рет мамандығын ауыстырады. Қазіргі 11 сыныптар Мгм. бітіретін кезінде 10 жылда мамандығын 5 рет алмастырады. Сондай қызық нәрсе. Менің өзім уже 3 Иә, рет иә. алмастырып үлгердім да. Сіз де алмастырдыңыз ба мамандығыңызды Жоқ, бірнеше рет? мен наоборот, өзім, менде болды университеттен шығып кету, там ой анау мынау жаңа юнический максимализм қосып кетті да яғысы. Сосын жерге түстім да, жоқ, университетті бітіріп диплом алып әрі қарай өзің білесің қай жаққа қарай даму керек екенін. Мен университет бітірдім, мамандықты аман есен бітіріп съемка съемкаға жаман басым кетті менің. Мына жақта Ммм. подкасттар түсіре бастады, қонақтар келіп жатыр. Мен өзім асығамын, подкаст съемка бүкіл движением барлық осы Алматы қаласында да. Не істеймін дедім да, сөйтіп жарайды, сабыр дедім, күттім. Университет бітірдім, Алматыға көшіп кеттім. Қызылордаға барып заттарымды тастап кеттім да, Алматыға көшіп кеттім. Сөйтіп жұмыс іздеп жүрдім мамандық бойынша, бірақ болмады. Я істеп жатқан алған не тәжірибем жоқ. Тәжірибең болмаса, конечно, компаниялар алмайды. Сөйтіп жүргенде ә, шақырды. Дарын шақырды. Съемка, ол Дарын съемка кезінде істеп кетті ғой. Сөйтіп оған шыққан екен Дарынға. Адам керек болып отыр, барма деді. Сосын Дарынның ойына мен есіне түсіп кеттім. Сөйтіп жаңағы кәсіби Өйткені сіз 10 сыныптан бастап съемка жасап бастадыңыз ғой. иә, И мен адамдардың миына сіз барсыз да. иә, сол кезде жаңағы с- қызығушылығым соншалық отказ берген жоқпын. Мен наоборот, не істеп, келісіп, бір апта якобы испытательный срок болды. Сосын алды бір аптадан кейін. Ты нам подходишь, ты нам нравишься деп. Өйткені ол жақта мінезін көрсетпеймін. Бұйрық айтады, істеп бересің. Сосын полностью жаңағы жұмыс түсінгеннен кейін енді қалай айтсам екен, комфорт создать етесің ғой енді адамдарға. Администратор болып істедім да. Организацион моменттер бар. Жаңағы съемканың несін локацияға келіп, освоение келіп, дұрыстап қарайсың, сосын заттарын тасисың, көмектесесің деген сияқты. И съемканың ішкі қыр сырын біліп алдым. Сөйтіп жүрген кезде маған айтты, сен бұл жүретін жерің емес дейді. Өйткені білмеймін неге сөйтіп айтқанын. Айдын Сахаман деген кісі бар. Жаңағы Нұрмұқ Қасанның режиссері. Сол кісі айтты да, неғып жүрсің дейді. Сен істеп жатқан мынау съемка саған келмейді вообще дейді да. Сосын мен ойландым. Бір жағынан дұрыс, бір жағынан бұрыс. Мен съемка маған ұнайды. Өйткені за кадрым болған өте қызығырақ, чем кадрда болған. И сол кезде ойланған себебім, менің диплом алдым ғой енді. Диплом шаңбап жатыр. Әшейін жатыр. Мамандық бойынша істеп жатқан жоқсың. Сөйтіп сол кісілермен бір 4 ай жұмыс істедім да, сезонда түсіріп болдық сериалды, и жаймен деп мамандық бойынша жұмыс істеймін деп өзіме айттым. Ал мына подкаст уже хоббим болып кетті, и хоббиден жаңағы төй ақша тауып бастадым. Уже Тема қан- қанша күшті. бір екі Мен оны кешірім сұраймын, айтыңыз. екі ай ма бір, жоқ, ойбай, 2 жылдай жүрдім бесплатно, кейін нәтиже көрсеттім, подписчиктер келді, сосын уже жаймен деп төлемақы төлей бастады. Мен оны сұрақ қойғым келіп тұр сізге. То есть айтқым келген жоқ, мамандық дегенде именно полный алмастыру емес, например, Аха. этидің өзінде жүзге жуық направление бар Иә, екен иә, ғой. То есть направление сондай. бар. То есть Иә, направление. Иә, түсіндім. иә, 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 иә. 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 Так, мен ауыстырдым, қателеспесем. Ақпараттық жүйеден ақпараттық қауіпсіздікке ауысып кеттім мен. Мхм. Иә, бұл бір. Иә, Сосын сосын тағы алмастыңыз. тағы да ауыстырамын, құдай қаласа. Мен не Иә, осыны айтып қойған, иә. Осыны айтып қойған, иә. То есть собеседование күтіп отырмын. Оған ол мамандық, ол должность продукт менеджер, получается, примерно. тоят.
иә күшті ғой, то есть айтқым келгені сол, иә уже 10 жыл ішінде 5 рет алмастырады деген осы, то Иә, есть иә. сіз уже почти мен жетіп басқаша тұрсыз осы ойлап нәрсеге. отырмын ғой, жаңағы мына мысалы съемка Жоқ, саласы, жоқ, ондай емес. жаңағы IT саласынан бөлек жаңағы маркетинг саласы деген сияқты примерно Жоқ, сол жоқ, ондай сол емес. Ондай емес, ұқсауы мүмкін қазір. ішін деп айттым, енді жетті ғой, Жоқ, қазір уақытта бауырмал мамандық дейміз да, мындай типа сестренский, ну, көп курс деп айтсам болады, например, мектеп білім беру саласындағы куратор деген мамандық пен тәрбиеші деген нәрсе почти бірдей. Ал ол дегеніміз мындай сату мамандарындағы андай фермер немесе там куратор дегенмен бірдей деп айтсам болады. То есть ұқсайды да, то есть айтып қойғаны сен почти бір мамандық негізі, бір жұмыс негізі на самом деле, бірақ чуть чуть ауысып отырасың да, и сен мхм. әртүрлі компанияға ауысқан сайын ауысып отырады мамандықтармен ұқсатып қойған, то есть так что айтқым келгені просто жастарға андай қатты паритетте оқыңыз деп айтқым келеді, просто андай и адаптив лернинг андай білім, жаңа нәрсені үйрену керек просто. И сосын өте мен сізге қатты риза болып отырмын, өйткені сіз айттыңыз ғой андай эгомда эго жоқ деп айттыңыз ғой, бұл өте керемет деп айтқанда, то есть эгоның болмауы бір қызық мәселе. Қызық мәселе, оказывается анау недегі бір кісі бар, триллион доллар коуч деген кісі бар да, билл кимбл деген кісі, ол кімнің, стив джобстың коучы, илон масктың коучы, бүкіл кісілердің коучы да. Ага. сол кісі адамдар үлкен гендиректорлар өзіне коучинг алмас бұрын сұрақтар қояды екен да, егер де адамда эго болатын болса алмайды екен өзінің коучингіне ше. сосын бір күні бір қызық болғандай, гуглдың жаңағы негізі кім, шварц па, сол білмеймін, гуглдың сеосы бір вице президентті ал деген ғой коучингке. Вице президент барған жаңағы билл кимблға ше. Ага. сосын бір сұрақ қойған билл кимбл оған, сен қаншалықты білім алуға ашықсың деген ғой. Ана жауап берген ғой, типа өзінше болып ше, ол мұғалімге байланысты деп айтқан ғой. мен сен кетіп қара деген ғой ана, ше, сен кетіп қара деген. Кетіп қара дегеннен кейін жаңағы кім, гуглдың гендиректоры ана коучтың артынан 3 ай бойы жүгірген ғой ше, кешіріңізші ал, оны кешіріңізші ал, байқамай қалды деген секілді. И содан кейін тәуелсіздік келгеннен кейін жақсы алайыншы сен деген ғой. Айтқым келгені бұл шынымен де андай эго дегеніміз, шынымен де ол кейін байқағанымыз, ол мындай айтып отырсыз прикол ғой, бедное мышление, богатое мышление, ол бедное мышление деп айтатын еді, эго, то есть все таки күшті екен да, эгоның болмауындай. То есть сен кімсің, сен сонда деген сияқты. Кстати, қызық мәселе, қызық зерттеу, қазақстандағы ажырасудың Мгм. ажырасудың примерно 60% сол эгоның кесірінен болады екен, оказывается, сондай. М, Бірінші болып кешірім сұрамаудан ше, андай өзі келіп кешірім сұрасын деген секілді типа. Вот, мен Иә. сізге айтатын сол грин флаг сызады, таза грин. Иә. Енді көреміз енді құдай қаласа қалай болатынын алдағы уақыт. Иә, рахмет Азеке, әдемі сұхбат, мини подкаст болды деп ойлаймын. Енді құдай қаласа бұл біздің бірінші подкаст емес деп ойлаймын. Енді әрі қарай талқылайтын түпкі тамыр тақырыптар бар, зерттейтін бар. И Тек рахмет мәке, иә, көргеніме қуаныштымын. мен де қуаныштымын. Кстати, 10 жылдыққа бармадыңыз ғой да? 10 жылдық 10 жылдық 10 жылдық айтылған әңгіме сол жерде қалып кетті ғой. примерно историядан шығып кетті ғой Иә, группадан. мен де сол қойшы дедім да, не істеген жоқпын, ниеттенген Рахмет мәке жоқпын, шынымды шақырғаныңызға. айтсам. Иә. Кстати, подкастқа 1 жыл бұрын шақырдыңыз ғой, или 2 жыл бұрын шақырдыңыз ғой, кажется, да? Иә, 2 жыл бұрын. иә, 2 жыл бұрын, 2 жыл бұрын, иә. Мен ол кезде мен қандай болдым, менің болмысым қандай болды, сосын тақырыпты алып кету, тақырыпты жаңағы тақырыпқа бағдар беру, келіп жатқан қонақты ашу, сосын көп нәрсе сол кездері бір істеу керек деген бір для галочки жүрдім, сосын бір өзім істегім келмей кетті. Давай мен Ммм. насмотренность керек маған. Нарекең қалай жұмыс істейді, мына жақта қонақтар қалай келеді, мысалы орта подкастта 5 қонақ болады, 4 қонақ, бір ведущий ғой, сөйтіп олар қалай ашады өзін, и ведущий қалай өзін ұстайды деген сияқты бәрін іштей зерттеп бір мәмілеге келдім. И мынау мысалы зум подкаст бұл қалай десем екен, қолымда жаттықтыру үшін ғой, бір сөзбен примерно бір Түсініксің. 10-20-сын түсіріп, әрі кейін уже видео былайынан түсіріп Әдемі, бастағым әдемі. келіп отыр. Иә, негізі идеялар Негізі көп, өте байқаған, бар. негізі мен байқағаным, шынымен де мен кейін байқадым ол нәрсені. Мына целевой аудиторияны дұрыс таңдау керек екенін маңызын түсіндім. Мен кейін өзімнің менде 3 подкаст болды білесіз ба? Бірінші подкаст жаңағыдай осы, екіншісі бізде таяқта деген подкаст бар, ана қазақ тілі әдебиетке қатысты, Көрдім. моргенштернмен көрген едіңіз. Прикольно жер енді. Бірақ мен кейін түсіндім, что это слишком нишевый нәрсе, и өте қоғамға пайдасы азырақ, скорее всего деп ойладым да. Қоғамға пайдасы азырақ болғаннан кейін просмотр да аз негізінен. Ал
сосын кейін түсіндім, что мысалы нарик кеше ғана осыны ой болды менде. Сіз Аха. ойладым да, Мәкеш, кстати, подкаст ойланып кеттім да. Күшті ғой деймін да, ол оның несі аудиториясы қандай болды, андай рухани және де Кәсіби. жеке дамуға, Кәсіби кәсіби және дамуға рухани. арналған. Иә, и еще ол өзі де алдында айтқан осы көріп қалған кезінде мен бұрын андай любой подкастқа қонақ шақыра беретін еді да, бұл кісі андай рухани қалай дамисыз деген кезде мен там типа Кришнаға бір нәрсеге барғанда ей құрысыншы деген сияқты нәрсе, одан кейін олар шақырмайтын болдым дейді ғой. Сосын андай мысалы карантин кезде есіңде болсын қонақтар болды ғой. Кейін айтады да, что мен қазір чисто андай мұсылман, сосын кәсіби мамандарды шақыратын болдым деп айтады. То есть конкретно портрет пайда болды ғой. И сонда кісілер оны көреді деген секілді. Иә. Кейін сонда білеймін, мен ақымақтығым, мен сол нәрсеге фокус қоймағанмын. То есть мен өзімнің целевой аудиториямды дұрыс көрмегеннен кейін мен көп қадалдым деп айта аламын да. Сұрақ, сіздің аудиторияңыз қандай осы жерде? Ешқандай. Мен просто просмотрға емес, жай качествоға жұмыс істеп жатырмын. И қалай айтсам екен, аз аздан үздіксіз дейді ғой. Соған Мгм. жұмыс істеп жатырмын. Ал Керемет. ешқандай не жоқ. Бір 30-20 или там 100 просмотр көрген өзіне де қуанасың ғой. Аудиторияңыз дегенде сіз примерно сізді қандай кісілер көреді көбінесе? Алдыңғы сізде подкасттар ғой, мысалы қандай оқушылар, студенттер, может, или таныстар, кімдер көреді көбірек сізді? основном өзім таныстарым ғой. Әдемі, Өзім әдемі. 25, 30, 32 ма қандай именно сол период. Сіздің таныстарыңыз ба? Иә, 25-30 арасындағы иә, иә, иә. красавчиктер мен красавицалар көре ма? Е. А так, Осындай кезде қалай лайк басуға болады осындай сөзден кейін. а так Сен мақтап былайынан кеттің ғой. енді көреміз енді. Бұйырғаны ғой. Бірақ енді тоқтатқым да жоқ, маған қызық. Өзім де былай түсіріп, ертеңде бұл да бір естелік қой не болса да. Окей. Кстати, Мәке башта күшті нәрсе инсайт келіп жатыр миыма ше. Мгм. Күшті инсайт келіп жатыр миыма. Инсайт келді деп айтсам болады. Мен кейін түсіндім ғой, сен өзің даже ана біз айтсың ғой, мысалы мен 10 сыныпта болған кезінде, осындай біліммен болған кезінде мен қыратын едім, жоятын едім деп Иә, ойлаймыз иә, ғой иә. мысалы біздің. Иә. Мен мына жаққа баратын едім, мына жаққа баратын едім. И ең қызық нәрсе мынаны байқадым негізі. Оказывается, біз точка Б-ға біз сразу жетпейді екенбіз да. Біз Мгм. там мен өзім байқағаным енді мен азат 2.0 деген картинка бар, азат 1.0 деген картинка бар да. Иә. Оказывается, сен сразу жетпейсің оған. Сен азат 1.1 болады, 1.2, Бірдей, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Сен білмейсің 2.0 қандай бағыт екенін негізі ше. И просто жүресің и жазасың, блин, оказывается осының барлығы научный екен ғой деген сияқты. Маған жақында кетті маған. Мысалы, например, менде банальный профайль банальный нәрсе. 3 жыл болды осы нәрсемен жүргеніне, бірақ Аха. расфокус нәрсе ше. Мынау бар, мынау бүйтіп жүресің. Ақыр соңында, е-мое, қандай ақымақпын деген нәрсе. И мен осында, блин, осы екен ғой менің нем деген секілді айтқым келгені, мысалы тоже осындай ғой деймін, подкаст деген нәрсе. То есть сіз қазір жасайсыз 1.1, 1.2, Иә, иә, иә. 1.3, 1.4, 1.5, осы екен ғой. Айтқым келетін оқушыларға тұрысты ғой, оқушылар. Мен там қазір мамандық анықтағаннан кейін мен 4 жылдан кейін кім болатынын анықтауым керек, олай емес негізі. Просто 1.1 да, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Иә. Оказывается, осы екен ғой мынаның барлығы деген нәрсе. Маған Так что қызық адамдардың тұлға болып қалыптасуы. Сол направление қызық. Баяғыдан қызық. Қалай өсті, дамыды, қандай қандай қиыншылықтарды жаңағы төзіп өтті деген сияқты. Сосын өткен шақ осы шақ и келер шақ та, и сол жер адамның жалпы өсуі қызық болғандықтан осындай сұрақтарға основном менде осы әдемі, әдемі, оған әдемі. дейін қандай болдың деген Мгм. сияқты. Қазіргі бейнең қызық емес, маған бұрынғы бейнең қызық дейді ғой. Соны енді көреміз. Прикольно. Қонақтар ертең тағы біреуін жазамын. Сосын тағы да бір кісіге жазу керек. Сосын жаймен деп табиғат ағалармен жазғым келеді, Абдырашитпен жазғым келеді. Абдырашитке жаздым, енді пока белгісіз отыр. Но былай көзбе көз кездесіп сөйлескен кезде ол давай деп айтқан. Нарфивіне жазбасқа, Жоқ, өзіме. нарекеме оған не істеген жоқпын. Пока не дейді андай үлкен босс болып тұр ғой оған. Кстати, қызық нәрсе, мен әліпбиді үшінші подкастқа шығарған бізде. Бірінші Мирас Кесабаевпен шыққан, екіншісі бір күшті бір кардиологпен шыққан, қайтыс болды. Кардиолог жүректе қайтыс болды да, қызық нәрсе. Біз кәсіби мамандар шақырамыз деп ойлағанбыз ғой. Сол кезде әліпби шақырған кезде, иә деп айтты да, жоқ өткен, кейін саған да дос істегенсің деп. Потому что шынымен мындай кезең болады екен да, қызық нәрсе. Прикольный нәрсе. Ол негізі қайырлысы, керемет, жақсы. Қайсы, Мәкең көргеніме қуаныштымын. мен де, Алматыда болсаңыз, иә, құдай қаласа. арасында 2 жылда бір көрісіп тұрайық хотя бы. Құдай қаласа, иә. Иә, құрметті көрермен, сіздермен бірге болған модерн толқын. Лайк басып, коммент қалдырып тіркеліп қойыңыздар.
қонақта болған бізде Азат Ысқақ мырза. көп рахмет, Иә, сәттік, аман болыңыздар, сау иә. болыңыздар. Көріскенде күн жақсы, сау саламат болыңыздар.